Сәлем достар, бүгін біз аналар мерекесіне арналған презентациямен таныстыру болады. Мен осындай презентация жасадым. Ал бастаймыз. 11 мамыр аналар күні. Бізде мақал бар: ана өмір шуағы. 3D презентациясын жасауды көрсетемін. Жақында видеом шығады достар. Алдында негізі түсірдім, соны қайтадан салу қажет. Негізі YouTube оны алмай тұр. Неге екенін білмеймін. Концерттің тақырыбы, кешіріңіздер, 11 мамыр аналар күні құтты болсын. Кеттік. Енді концертімізді ана туралы әнмен бастайық. Қазыбек Құрайыштың «Ана» деген өлеңін қосамыз. Бізге үшін YouTube қажет. Достар, осы дайын үй жұмысы каналына міндетті түрде тіркеліп алыңыздаршы. 34 подписчик болды. Ішінде сабақтар, мұғалімдерге арналған көрнекіліктер барлығы бар. Бізге ана деп жазамыз бұнда. Ананың осындай өлеңін тыңдаймыз. Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін. Ана күнменен ерте жарысып, отымен ұшақ алысып, келдің әуейдің қамышын. Ана досым ол жаным мені, білсең ғой жылу деген, ананың жанары ғой күлімдеген, жүрегі алаңдаған осындай менің анам, өзіңсіз мынау маған мәнсіз қалар. Білемін кейде қажыдың, менің де болар жазығым, жүзіңе түскен әжімің. Ана болмайды сірә дегенің, жаныңда жүрсем деп едім, алыстан аңсап келемін саған. Ана досым ол жаным менің, білсең ғой жылу деген, ананың жанары ғой күлімдеген, жүрегі алаңдаған осындай менің анам, өзіңсіз мынау маған мәнсіз қалар. Ал достар, видеоны өлеңді яғни тоқтатайын, әйтпесе жылап қалып жүресіздер. Яғни бұл ана туралы өлең. Өзімде жылағым кетті достар. Ары қарай келесі презентациямызға өтейік. Бұны өшіреміз міндетті түрде. Келесі мен қарындасым, бұл кезекті Айсағали Рамина Данияр қызына берейік. Ән «Мама любит сына, мама любит дочь». Так, бізге оны табу үшін интернет керек. Достар, мына өлең жалғасын өздеріңіз тауып көресіздер. Кімнен бетіп қойық бізде. Мама любит сына, мама любит дочь деп сақталған мұнда. Достар, мен төңге күттім мұны. Мама любит сына, мама любит дочь. Мама просыпается каждую ночь. Мама терпит боль, и мама все поймет. Мама молится за нас каждую ночь. Мама любит сына, мама любит дочь. Мама просыпается каждую ночь. Мама терпит боль, но не покажет слез. Мама молится за нас каждую ночь.
медицина. Келесі слайдымызды айналдырып, осымен біздің шағын әрі көңілді концертіміз аяқталды. Осылай менің слайдым да жасалып бітті. Сізде дәл осындай слайд жасағыңыз келсе, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыз.